Әлемдегі ең қауіпсіз 10 президенттің ішінде Путин тек 5-ші орында, ал Трамп 2-ші орынға ие болды. 1-ші орынды Құдайдың қорғауымен салыстыруға болады, және әзірге онымен ешкім теңесе алмайды. Мемлекет басшылары ретінде олар әлемдегі теңдесі жоқ, жоғары билікке ие. Сонымен бірге бұл күштер де оларға қауіп төндіреді. Тарихта мемлекет басшыларының қастандыққа ұшырауы сирек емес. Оңтүстік Корея негізі қаланған уақыттан бері ел басшылардың 80% мерзімін толық өтемеген. Тіпті ақш президенттерінің шамамен 10% қастандыққа ұшыраған. Дегенмен бір ғажабы сол, кейбір ұлттық көшбасшыларға қаншама қауіп төніп тұрса да, олар осы уақытқа дейін аман-есен құтылып келеді. Бүгін әлемдегі ең қауіпсіз 10 президентті бірге қарастырайық. Біздің төрт төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. Төрт төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. 10-шы Түркия президенті. Ол бір кездері Еуропа мен Азияның қиылысында ресейлік соғыс қыранын сәтті ұстап алып, зорлықты түрде қондырды. Сонымен қатар Сириядағы соғыс кезінде ақш пен территория үшін тіресті. Алдында ғана ол мәселелердің шешімін табу үшін Еуропаға тиімділіктерді беріп тұрса, көзді ашып жұмғанша ол Еуропаны тағы да қарғады. Оның мәселелер үстіндегі мінез құлқы құбылмалы. Ол халықаралық алпауыттардың сезімтал жүйкелеріне бірнеше рет әсер етіп, әлемдегі барлық дерлік державалар мен араздық тудырған. Алайда бұл таяу шығыстағы мықты адам, Түркия президенті Ердоған 20 жылдан астам уақыт бойы билік басында қалды. Бұл қалай жүзеге асырылды? Оның құбылмалы әрекет ету тәсілі дұшпандық күштерді оған әдейі нысанаға алуға итермелеуі мүмкін емес пе? Әлде барлық түрік халқының осы президентті қорғауға нық ниеті бар дегенді білдіре ме? Әлбетте, олай емес. Өйткені Ердоған 2003 жылы демократиялық сайлау арқылы Түркия президенті болғаннан кейін, оппозициялық лагерь оны барған сайын менмендеп, тіпті авторитаризмге бет бұрды деп айыптады. Бұған қоса, президент Ердоғанның өмір салты да қарсыластарының сынына айналды. 2014 жылы Анкараның шетінде құны 600 миллион ақш долларын құрайтын 1150 бөлмесі бар керемет ғимарат салынып бітті. Бұл түрік президенттік сарайының жаңа алаңы, оның ауқымы соншалық, оны әлемдегі әкімшілік резиденциялар арасында көшбасшы деп санауға болады. Бұл аудан ақштың ақ үйінен 30 есе үлкен. Бұл керемет президент сарайында сонымен қатар бірегей қондырғылар орнатылған дәлдік зертхана бөлмесі бар. Дәл осы жерде президенттің әрбір тамағы 24 сағат бойы жұмыс істейтін 5 кәсіби дәрігерлік топпен қатаң тексеріледі. Ердоғанның қауіпсіздік командасы президенттік гвардия мен ұлттық барлау ұйымына қатысы бар жүздеген оққағардан тұрады. Бұл оққағарлар лаңкестікке қарсы күрес, мергендік, жақын ұрыс және басқа да дағдыларды қамтитын қатаң әскери дайындықтардан өткен. Президенттің қауіпсіздік командасына арнайы күштердің мүшелері де кіреді. Бұл адамдар экстремалды жағдайлармен және жоғары қауіпті орталармен күресу мүмкіндігіне ие. Сонымен қатар оларда озық қауіпсіздік жабдықтары бар. Персоналдан басқа, Ердоғанның флотында арнайы Мерседес-Бенц үлгілері мен жоғары сапалы арнайы тапсырыспен жасалған жол талғамайтын көліктер сияқты бірнеше оқ өткізбейтін көліктер бар. Бұл көліктер жарылыстар мен атысқа төтеп бере алады. Көліктер мен президент сарайында қашықтан басқарылатын бомбалар мен ұшқышсыз ұшақтардың шабуылдарына жол бермеу үшін электронды кедергі жасайтын құрылғылармен жабдықталған. Ердоған сапарға шығуы қажет болған сайын оның маршруты қатаң түрде құпия сақталады, және оны тек бірнеше негізгі қызметкер ғана біледі. Ердоған өзі қатысып жатқан оқиға орнына келгенде, ол көп деңгейлі қауіпсіздік тексерісінен өтеді. Оның ішінде металл анықтау, бомбаны иіскейтін иттер, фондық тексеру қатарлылар. Түркиядағы Ердоғанды қоршап тұрған қауіпсіздік жүйесінің қаншалықты қатаң екенін білген шығарсыз. 9-шы Үндістанның премьер-министрі. 2023 жылдың басында Үндістанның 26-шы ұлттық жастар күнінің ашылу салтанаты басталған кезде оқиға орнына ауыр салмақты қонақ келді. Ол премьер-министр Нарендра Моди. Көшелерге лық толы, барлығы іс-шараларға қатысып жатқан жігерлі жастар сияқты. Іс жүзінде бұл кезеңде олардың арасында 3000-нан астам қауіпсіздік қызметкері болды. Неліктен ашылу салтанатында қауіпсіздік соншалықты көп болады? Шын мәнінде Модидің қатысуын айтпағанда, мемлекет басшысын қорғау әрқашан елдің бірінші кезектегі міндеті болды. Дұшпандық және қайшылықты күштер болып табылатын премьер-министрлердің арасында сикхизмді атап өту керек. Үндістандағы ежелгі дін ретінде сикхизм негізгі үнді қоғамы мен шиеленістердің ұзақ тарихы бар. Британдық отарлау кезеңінде сикхтар отаршылдық билігіне қарсылық көрсеткен үшін басып жаншылды. Үндістан тәуелсіздік алғаннан кейін сикхтар Үндістанда қалу, Пәкістанға қосылу, немесе өз елін құру деген қиын сұраққа тап болды. Ақырында олар Үндістанда қалуды таңдағанымен, Үндістан үкіметіне деген наразылығы мен сенімсіздігі сақталды.
Бұл наразылық негізінен Үндістан үкіметі олардың діни құқықтары мен автономияларын толық құрметтеп, қорғай алмады деп есептейтін сикхтерден туындайды. Олар Үндістан үкіметінен оларға көбірек автономиялық құқықтардың дербестігі және экономикалық қолдау көрсетуді сұрады. Тіпті оның ішінде кейбір сикхтер тәуелсіз елі Халистанды құруды алдыға қоятындары да бар. Бұл ұсыныс Үндістан үкіметінің біріктіру саясатына қайшы келеді. Осылайша екі тарап арасында ұзақ мерзімді қақтығыс тудырды. Моди бастаған Бхаратия Джаната партиясының үкіметі билікке келгенде сикхтер мен үнді үкіметі арасындағы қақтығыс одан әрі күшейе түсті. Моди үкіметі діни кемсітушілік деп саналатын, әсіресе мұсылмандар мен сикхтерге қарсы бірқатар саясаттарды қабылдады. Бұл кең ауқымды дау тудырды. Әсіресе 2023 жылдың 18 маусымында Канададағы Халистан қозғалысының жетекшісі Ниджардың күтпеген жерден қайтыс болуы Моди мен сикхтер арасындағы қақтығысты шарықтау шегіне жеткізді. Нәтижесінде Модидің қауіпсіздік жұмысы барған сайын жетілдіріле бастады. Модидің қауіпсіздік жұмысына Үндістанның арнайы қауіпсіздік күштері SPJ тікелей жауапты. Бұл агенттік 1985 жылы құрылған және оны Үндістанның орталық үкіметі басқарады. Арнайы қауіпсіздік агенттігінің негізгі жауапкершілігі Үндістан премьер-министрінің және оның жақын туыстарының жеке қауіпсіздігін қорғау болып табылады. Моди маңызды іс-шараға қатысқан сайын SPJ оқиғаның бірқалыпты өтуін және Модидің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін көптеген қауіпсіздік қызметкерлерін жібереді. Хабарларға қарағанда, Моди Нью-Делидегі Қызыл форттағы іс-шараға қатысқан кезде полиция оны күзетуге 5000 полиция қызметкерін орналастырған. Сондай-ақ патрульдейтін көмекші сарбаздар да бар, ал мергендер дистанцияда күтіп тұрады. Бұл қауіпсіздік қызметкерлері қатаң скринингтен және кәсіби дайындықтан өткен. Сондай-ақ тамаша жауынгерлік дағдылар мен төтенше жағдайларға жауап беру мүмкіндіктері бар. Модидің қауіпсіздік жүйесі жұмыс күшіне ғана сүйеніп қана қоймайды. Сонымен қатар жоғары технологиялық қару-жарақ пен жабдықтарды кеңінен пайдаланады. Мысалы, іс-шара өтетін жерде жан-жақты бақылауды қамтамасыз ету үшін жоғары тиімді желілік камераларды қоса алғанда жабық тізбекті теледидарлық бақылау жүйесі орналастырылады. 8-ші Гвинеяның әскери президенті. Басқа қарапайым президенттерден айырмашылығы Мамади Думбуя төңкерістің нысанасы емес, бастаушысы болды. Ол 2021 жылы сол кездегі президент Альфа Контені басып алып, өтпелі үкімет құрды. Дүниенің алдында реакцияшыл ретінде оның бетпе-бет келетін жау күштері айтарлықтай үлкен болуы керек, бірақ ол әлі де тай-тауындай тұрақты болып отыр. Мұның себебі неде? Шын мәнінде Мамади Думбуя дәстүрлі мағынада саясаткер емес, оның мансабы әскери саладан басталды. Мәліметтер бойынша, Думбуя француз шетелдік легионның бұрынғы сарбазы болған және ол француз әскери колледжін бітіріп, Израильдегі халықаралық қауіпсіздік академиясында және Сенегалдағы жаяу әскерлер мектебінде білім алған. Гвинеяға оралғаннан кейін Думбуя тез арада әскери қызметте танымал болды және арнайы күштердің қолбасшысы қызметін атқарды. Ол өзінің тамаша көшбасшылық қабілетімен және бай практикалық тәжірибесімен әскери қызметтегі әріптестерінің құрметі мен сеніміне ие болды. Мұның барлығын төңкерістің даму жылдамдығынан байқауға болады. Думбуя мен оның арнайы жасақтары бірнеше сағаттың ішінде президент сарайы мен елдің маңызды мекемелерін бақылауға алды. Конте дәуірінде елдің қаржылық шектеулеріне қарамастан, ол әлі де күшті және тиімді армия құру ниетімен әскери реформаларды ілгерілету үшін күш-жігерін аямады. Дәл осы жағдайда президент тікелей қаржыландыратын жоғары мамандандырылған арнайы жасақ пайда болды. Бұл күш тек ішкі ресурстардан ғана емес, халықаралық серіктестерден де қолдау алды. Есірткі бизнесімен және лаңкестік қауіптермен күресуге бағытталған Мамади Думбуя басқаратын элиталық команда ұзақ мерзімді шетелде оқудан өтті және ақш арнайы күштерінің тактикасын жақсы меңгеріп, нағыз қаруға айналды. Табысты төңкерістен кейін Думбуя елдің уақытша президенті болып қана қоймай, оған осы адал армияны өзінің қауіпсіздігінің іргетасы деп санады. Думбуяның қауіпсіздік командасы бұрынғы арнайы күштердің тамаша дәстүрлерін мұра етіп қана қоймай, сонымен қатар техника мен тактиканың жан-жақты жаңартуларына қол жеткізді. Олар тактикалық броньмен, ауыр артиллериямен, танкке қарсы қару-жарақпен, тіпті зениттік зымырандармен жабдықталған жерден аспанға дейін қорғаныс желісін құрайды. Барлау және барлауды жинау мүмкіндіктері бірдей тамаша, шабуылдау тікұшақтарының қолдауымен үйлеседі. Бұл кез келген ықтимал қауіптердің оны анықтаудан құтылуын қиындатады. 7-ші араб тақ мұрагері. Бұл адамның күлкісі жақсы болса да, мейірімсіз, оның өміріндегі ең үлкен белгі. Билікке қол жеткізгеннен кейін ол дереу қылышын корольдік отбасын тазарту үшін қолданды және тіпті өзінің анасын түрмеге қамады. Ол кішкентай Салман.
Ол әлі корольдік лауазымды иеленбесе де, Сауд Арабиясының билігіндегі нақты тұлғаға айналды. Кіші Салман тақ мұрагері болғаннан бері мұқият жоспарланған бірқатар реформалар мен қайта ұйымдастырулар арқылы Сауд Арабиясының әскери және қауіпсіздік органдарын бақылауды айтарлықтай күшейтті. Бұл мекемелерді бірнеше король мүшелері тәуелсіз басқарған және өз бетінше жұмыс істеген. Бірақ кіші Салман бірқатар персоналды түзетулер мен ұйымдық біріктірулер арқылы негізгі бөлімдерді біріктіріп, өз қолбасшылығына алды. Атап айтқанда, ұлттық қауіпсіздік президентінің аппаратын құру оның терроризмге қарсы және ішкі барлау жұмыстарына жалпы бақылауын білдіреді. Кіші Салманның қауіпсіздік жүйесі тиімді барлау және қадағалау жүйесіне негізделген. Бұл жүйе кіші Салман мен оның отбасына қауіп төндіруі мүмкін елдегі және шетелдегі ақпаратты жинайды. Диссиденттерді жіті бақылау үшін кеңейтілген шпиондық бағдарлама мен цифрлық тыңшылық технологиясы да қолданылады. Жеке қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін Салманның резиденциясында, кеңсесінде және саяхаттау жолдарында қатаң физикалық оқшаулау шаралары қабылданған. Бұл аймақтарда әдетте рұқсатсыз кіруді болдырмас үшін жол тосқауылдары, бақылау өткізу пункттері, қоршауларды қоса алғанда қауіпсіздік кедергілерінің бірнеше қабаты болады. Сонымен қатар кіші Салман ықтимал шабуылдар мен күш қолдану қаупіне жауап беру үшін оқ өткізбейтін көліктер мен тікұшақтар сияқты жоғары технологиялық көліктерді пайдаланады. Кіші Салманның қауіпсіздік командасы жақсы дайындалған, адал және сенімді әскери және қауіпсіздік қызметкерлерінен тұрады. Сонымен қатар кіші Салман бірқатар кадрлық түзетулер мен жоғарылату саясаты арқылы өзіне адал жас офицерлер командасын қалыптастырды. Жоғарылауды жеделдету және маңызды командалық мүмкіндіктерді алу процесінде бұл офицерлер кіші Салманға деген адалдық пен қолдауды күшейтті. Сауд Арабиясының тақ мұрагері ретінде кіші Салман халықаралық сахнада кең байланыстар мен қолдауға ие. Ол көптеген елдермен және халықаралық ұйымдармен тығыз ынтымақтастық қарым-қатынас орнату үшін осы ресурстарды пайдаланды. Терроризм мен экстремистік күштермен бірлесіп күресу. Халықаралық ынтымақтастықтың мұндай түрі кіші Салманға барлау мен қолдаудың көбірек көздерін беріп қана қоймайды. Сонымен қатар оның мәртебесі мен ішкі және халықаралық деңгейде ықпалын арттырады. 6. Англия патшайымы. 2022 жылдың 19 қыркүйегінде 70 жыл билікте болған, 96 жасында қайтыс болған Елизавета II патшайыммен қоштасу үшін салтанатты мемлекеттік жерлеу рәсімін өткізді. Королеваның жерлеу рәсіміне әлемнің түкпір-түкпірінен мемлекет немесе үкімет басшылары, корольдік отбасы мүшелері және үкімет өкілдерін қоса алғанда 2000-нан астам құрметті қонақтар қатысты. Миллиондаған адамдар патшайыммен қоштасу үшін жолдың екі жағында күтті. Британ үкіметі үшін королеваның жерлеу рәсімі жаңа рекорд орнатты. Бұл Британ тарихындағы ең ұзақ, ең қиын және ең қымбат сәтті қауіпсіздік операциясы болды. Білесіз бе, бұл патшайым Елизаветаның сүйегінің сүйемелдеуіне арналған қауіпсіздік операциясы королеваның тірі кезінде үлкен қауіпсіздік жұмысы әдеттегідей болды. Королева Елизаветаның қауіпсіздік жұмысын негізінен корольдік гвардия, британдық полиция, арнайы қорғаныс тобы және M5 және M6 сияқты барлау агенттіктерін қоса алғанда бірнеше бөлімшелер қосылып аяқтатты. Бұл институттар бірге патшайымның қауіпсіздігі үшін берік қорғаныс желісін құрайды. Олардың ішінде корольдік гвардия патшайымның жеке қорғанысына жауап береді. Оның мүшелері қатаң түрде іріктеліп дайындалған. Олар тамаша физикалық дайындығымен қатар адалдық пен тәртіптің жоғары дәрежесіне ие. Мәліметтерге сәйкес, ұйым мүшелерінің саны тәулік бойы королеваның соңынан еріп, ондаған адам қалады. Арнайы қорғаныс тобы негізінен Ұлыбритания премьер-министрінің, кабинет мүшелерінің және басқа да маңызды тұлғалардың қауіпсіздігіне жауап береді. Мүшелердің көпшілігі тамаша жауынгерлік дағдылары, атыс және бейімделу қабілеті бар бұрынғы арнайы жасақ сарбаздары. Бұл қауіпсіздік қызметкерлері төтенше жағдайларда жылдам байланыспен келісілген әрекеттерді қамтамасыз ету үшін ең озық байланыс құралдарымен жабдықталған. Жұмыс күшінен басқа, патшайымның резиденциясымен жиі баратын жерлері тәулік бойы бақылауға және ерте ескертуге қол жеткізу үшін жоғары ажыратымдылықтағы камералар мен сенсорлармен жабдықталған. Сондай-ақ оның күшті бекіністері және жасырын шегіну жолдары бар. Хабарларға қарағанда, бұл қамалда қауіпсіз байланыс құралдарымен, төсек орынмен және жеткілікті азық-түлік және су көздерімен жабдықталған лаңкестік шабуылдарға төтеп бере алатын құпия бөлмелер бар. 5. Ресей президенті. Путиннің қауіпсіздік командасы өте үлкен, оның ішінде көптеген ашық күзетшілер ғана емес, сонымен қатар қараңғыда жасырылған құпия қауіпсіздік күштері де бар. Мәліметтерге сәйкес, Путиннің оққағар командасының саны 100-ден мың адам болды. Бұл шағын армияға дерлік тең болды. Бұл оққағарлар тамаша физикалық дайындық пен жауынгерлік қабілеттерге ие болып қана қоймайды. Сонымен қатар олардың Путинге абсолютті адалдығын қамтамасыз ету үшін қатаң тексеруден өтеді. Путин қоғамдық іс-шараға қатысқан сайын бетінде оққағарлардың саны 150-ге жуықтайды. Ал қараңғыда оққағарлар нақты жағдайға сәйкес икемді түрде орналастырылады. Бұл оққағарлар жеке қорғаныс тобын, перифериялық қауіпсіздік тобын, қозғалысты бақылау тобын қоса алғанда көптеген топтарға бөлінген. Соқыр нүктелері жоқ, жан-жақты қауіпсіздік желісін құрайды.
қойды. Путин басқа елдерге барған кезде Ресей әскери әуе күштерінің номер 1 арнайы ұшағымен ұшады. Ол модификацияланған Илюшин 96-300 жолаушылар ұшағы болатын. Әуе кемесі супер қорғаныс және байланыс мүмкіндіктеріне ие және ядролық жарылыстар, электромагниттік импульстар және зымырандық шабуылдар сияқты әртүрлі қауіптерге төтеп бере алады. Қону кезінде ұшақ Путинге снайперлер немесе басқа да қару-жарақ атпауы үшін бүкіл өткелді жауып тұратын арнайы қорғаныс қақпағын іске қосады. Путиннің президенттік көлігі бастапқыда Mercedes-Benz 600 Pullman болды. Бірақ 2018 жылдан бастап ол ресейлік жергілікті автокөлік бренді Avrus сәнді Senat моделіне ауыстырылды. Көлік құралын Ресейдің орталық ғылыми автомобиль және қозғалтқыш ғылыми зерттеу институты жобалап шығарған және қауіпсіздіктің ең озық технологияларымен, соның ішінде оқ өткізбейтін сауытпен, жарылыстан қорғайтын жүйелермен, автоматты өрт сөндіру жүйелерімен және ауаны тазарту жүйелерімен жабдықталған. Путиннің оққа алып жүрген қара жәшік қарапайым портфель емес, ол қару-жарақ пен техника. Бұл қара жәшікте өте қауіпті қару бар және оны оқ өткізбейтін тосқауыл жасау үшін орналастыруға болады. Одан да таңғаларлық, ол ядролық қаруды белсендіру үшін сигналдар жібере алады. Сонымен қатар, Путиннің резиденциясы мен жұмыс орындары электронды бақылау және датчик құрылғыларымен қамтылған. Бұл құрылғылар қоршаған ортадағы өзгерістерді нақты уақыт режимінде бақылай алады. Бұл кез келген тәртіпсіздіктің қауіпсіздік қызметкерлерінің назарынан тыс қалмауын қамтамасыз етеді. 4. Израиль президенті. Қақтығыс тереңдеген сайын Израиль мен Хамас арасында бітіспес дерлік қайшылық пайда болды. Израильдің жоғарғы көшбасшысы ретінде президент Исаак Герцогтың жеке өміріне үнемі қауіп төніп тұрған сияқты. Ендеше, ол осы уақытқа дейін қалай жарақатсыз жасап келді? Израиль президентінің қауіпсіздік жұмысы негізінен Израильдің ұлттық қауіпсіздік агенттігімен барлау қызметіндегі Шин бетке жауапты. Бірақ президенттің нақты қауіпсіздігіне келетін болсақ, ол көптеген департаменттер мен агенттіктердің үйлестірілген операцияларын қамтиды. Олардың ішінде Шин бет қарамағындағы 731 отандық беделді тұлғалардың қауіпсіздігіне жауапты таңдаулы топ болып табылады. Олар президент сияқты аға саяси қайраткерлерді қорғаудың маңызды міндетін атқарады. Сонымен қатар, Израиль қорғаныс күштері, полиция күштері де қажетті қолдау мен көмек көрсетеді. Исаак Герцогтың қауіпсіздік командасы жүздеген тәжірибелі қауіпсіздік қызметкерлерінен тұрады. Олар тамаша дене дайындығы мен жауынгерлік қабілеттерге ие болып қана қоймай, сонымен қатар қатаң скрининг пен дайындықтан өтеді. Қауіпсіздік қызметкерлерін таңдау стандарттары өте жоғары. Олар әдетте Израильдің жауынгерлік күштерінде қызмет еткен және физикалық дайындық, реакция жылдамдығы, отбасылық тегі, сыртқы түрі қатарлы қатаң сынақтардан өтеді. Олар жауынгерлік дағдылар мен оқ ату дағдылары сияқты қарапайым дағдыларды меңгеріп қана қоймай, сонымен бірге жоғары адалдық пен психологиялық сапаға ие болуы керек. Қауіпсіздік қызметкерлері қолданатын қару-жарақ пен жабдықтар салыстырмалы түрде қарапайым, бірақ өте жетілдірілген. Негізінен Glock 17-19 сериялы тапаншалар, М4 сериялы автомат қатарлылар. Сонымен қатар, олар әртүрлі жоғары технологиялық бақылау құралдарымен және қорғаныс құралдарымен жабдықталған. Мысалы, сауыт, дулыға, көзілдірік қатарлы. Бұл техника күзет қызметкерлерінің жауынгерлік қабілетін арттырып қана қоймай, тапсырмаларды орындау кезінде олардың қауіпсіздігін де қамтамасыз етеді. Айта кетейік, Израильдің лаңкестікке қарсы технологияда бірегей артықшылықтары мен жаңалықтары бар. Мысалы, олар ықтимал қауіптерді бақылау және анықтау үшін дрондар, сенсорлар және биометрия сияқты озық технологияларды пайдалана алады. Сонымен қатар, Израильдің күшті барлау желісі мен ақпаратты талдау мүмкіндіктері бар. Ол қауіпсіздік жұмыстарына күшті қолдау көрсету үшін әртүрлі барлау ақпаратын дер кезінде алып талдай алады. 3. Солтүстік Корея басшысы. Шектеулі жол кеңістігінде ондаған адамдар оны тығыз қоршап, мақсатты адамды біркелкі дерлік қоршап тұрғаны анық көрінеді. Тіпті көлікпен шыққан кезде де қара костюмдер мен галстук киген күзет қызметкерлері ұқыптылық танытады. 552 формациясына сәйкес, олар сәнді көліктің екі жағын мұқият бақылап, көліктің жылдамдығы қалай өзгерсе де, олар жартылай шеңберлі қорғаныс қалпын сақтайды. Ортадағы адам солтүстік Кореяның көшбасшысы Ким Чен Ын, ал жанындағы бұл оққағарлар жай ғана күзеттер емес. Олар сыналған және мұқият дайындалған элиталар. Ким Чен Ын 2018 жылы Қытайға алғаш рет барғаннан бері олар көшбасшыны қорғау жөніндегі маңызды тапсырманы адал атқарып келеді. Олардан тамаша дене дайындығы ғана емес, сонымен қатар оқ ату, жекпе-жек қатарлы артықшылықтары болуы керек. Ким Чен Ынға абсолютті адалдықты қамтамасыз ету үшін тамырлар мен таланттары бар, саяси білімге ие болу және қатаң отбасылық тексеруден өту қажет. Олар Корей халық армиясының мүшесі болғандықтан, Ким Чен Ынның оққағарларының көпшілігі белсенді офицерлер мен сарбаздардан таңдалады. Олар халық армиясының арнайы жасақтары сияқты дайындықтан өтіп, тамаша жауынгерлік және жауап беру мүмкіндіктерін дамытады. Шетелдік ақпарат құралдары хабарлауынша, солтүстік Кореяның жоғарғы көшбасшысын полицияның қорғауына жауапты бөлімшелер, мысалы 963
және 974 бөлімшелерінің екеуінде де ұзақ уақыт қызмет ететін және демалысқа шығуға рұқсат етілмеген мыңдаған элиталық арнайы күштер бар. Олар кез келген уақытта әртүрлі төтенше жағдайларға жауап бере алады. Айта кету керек, Солтүстік Корея көшбасшысының қауіпсіздік тобында көптеген жоғары білімді және сапалы таланттылар бар. Мысалы, Ким Ир Сеннің оққағары Ри Ю сол Кеңес одағының Фрунзе атындағы әскери академиясында, ал Ким Чен Ирдің оққағары Ким Йон Чеол Мансудайы революциялық мектебі мен Ким Ир Сен атындағы әскери университетті бітірген. Олардың қатысуы Солтүстік Кореяның қауіпсіздік жүйесіне күшті академиялық атмосфера қосады. Бір қызығы, бұл жеке күзетшілер туралы әлі де қауесеттер бар. Көрумен қысым жасамау және қоршаған ортаны үйлесімді ету үшін олардың бойы Ким Чен Ыннан жоғары болмауы керек дейді. Ким Чен Ынның сапары кезінде басшының абсолютті қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жеке оққағарларға қару алып жүруге рұқсат етілген. Арнайы көліктің айналасындағы оққағарлардан бөлек, Ким Чен Ын серуендеп немесе атқа мінгенде үлкен қауіпсіздік тобымен бірге жүреді. Белгіленген орналастыруға сәйкес, олар жан-жақты қорғаныс желісін құра отырып, көшбасшының айналасында таратылады. Дегенмен, бұл Ким Чен Ынның үлкен қауіпсіздік жүйесінің бір ұшы ғана. Peninsula компаниясының қауіпсіздік жүйесі әлемдегі ең ірі және жан-жақты әскери ұйымдардың бірі болып табылады. Адамдардың жалпы саны 100 мыңға жетеді. Олар 6 кәсіби бөлімге және 3 жауынгерлік бригадаға бөлінген. Төтенше жағдайларда жүйені жылдам іске қосуға болады. Ким Чен Ынның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бүкіл әскерді жұмылдырады. Елестетіп көріңізші, 100 мың адамнан тұратын армия бір адамның қауіпсіздігін қорғау үшін арнайы жасалған, өте таңқаларлық. Екінші, ақш-тың бұрынғы президенті. Трамп Америка Құрама Штаттарының президенті болғанға дейін миллиардер болса да, оның сол кездегі қауіпсіздікке жұмсайтын жылдық шығыны миллиондаған долларға жеткен. Және ол ресми түрде Америка Құрама Штаттарының президенті қызметіне кіріскен кезде, оның қауіпсіздік шығындары күрт өсті. Күн сайын шамамен 1 миллион доллар жұмсалады. Бұл көрсеткіш бұрынғы президент Обаманың көрсеткішінен 3 есе көп. Мысал ретінде Трамптың Ұлыбританияға 2018 жылғы сапарын алсақ, бар болғаны 4 күндік сапарда қауіпсіздік шығындары 18 миллион ақш долларын құрады. Әуеден жерге дейін жан-жақты ауа өткізбейтін қорғаныс шаралары Трамп кәне қолданатын қауіпсіздік шаралары екені сөзсіз. Мұның бәрі ерекше құпия әтіретінің қызметінен келеді. Ерекше құпия әтіретінің қызметкер іріктеу процесі өте қатал. Үміткерлерден тек қана тамаша әскери дағдылар ғана емес, сонымен қатар абсолютті адалдық пен адалдық таныту талап етіледі. Бұл процесс ұзақ және мұқият, ал фондық тексеру деңгейі 1 жылға созылады. Үміткердің мінез құлқына, сенімділігіне, қызығушылықтарына және тіпті жеке қасиеттеріне терең сараптама жүргізеді. Құпиялық қызмет мүшелерімен жабдықталған жабдықтың бәрі ең озық технология болып табылады. Тіпті олар күн сайын киетін күннен қорғайтын көзілдіріктердің жасырын құпиялары бар. Олар химиялық шабуылдарға төтеп бере алады және түнгі термобейнелеу функциясы бар. Жасырын қауіптерді анықтауға көмектеседі. Сонымен қатар, жасандылық жасаудың алдын алатын арнайы шара ретінде команда мүшелерінің кеуделеріндегі белгілердің бағыты күн сайын өзгеріп отырады. Оның ережелерін тек өз ішіндегілер ғана біледі. Америка Құрама Штаттары президентінің тасымалдауына келгенде, номер 1 әскери әуе кемесінің беделі алысқа жетеді. Оның шыдамдылығы 24 сағат үздіксіз ұшуға жетеді және ядролық жарылыстан қорғайтын мүмкіндіктері бар. Құны 1,5 миллион ақш долларынан асатын нөмір 1 армия көлігі ақштың General Motors тапсырысымен жасалған тағы бір технологиялық шедевр болып табылады. Салмағы 50 тоннадан асатын ол жылжымалы күзет бекінісіне ұқсайды. Бір қызығы, осындай 12 арнайы көлік бар. Олардың барлығы бірдей және президент сапарларының абсолютті қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қолданылады. Автокөлік шиналар мен бомбалар сияқты әртүрлі қауіптерге төтеп беретін арнайы материалдар мен процестерді пайдаланады. Шиналар зақымдалған болса да, жоғары жылдамдықты сақтау үшін болат дөңгелектерге сенуге болады. Дегенмен оның жанармай шығыны да таң қалдырады. Тұтынуы 100 шақырымға 63,5 литрге жетіп, қарапайым көліктерден әлдеқайда асып түседі. Осындай қатаң қауіпсіздік жүйесімен Трамптың жақында болған қызықты оқиғалардан аман қалуы таңқаларлық емес. Бірінші Куба президенті. ақш-тың орталық барлау агенттігі туралы айтатын болсақ, бұл атау сансыз тыңшылық фильмдерде таныс, олардың барлығы оның құпиясы мен күшін көрсетеді. Орталық барлау әлемдегі ең танымал барлау агенттіктерінің бірі. Ол өмірдің барлық салаларындағы элиталарды біріктіреді және жиі тапсырмаларды дәл және тиімді орындайды. Алайда өткен ғасырдың қырғи қабақ соғыс кезеңінде орталық барлау агенттігі кубалық көшбасшыға қарсы күшпен қорқытудың 638 әдісін қолданды, бірақ бұрын соңды болмаған сәтсіздіктерге тап болды. Ол ақырында 90 жасқа дейін өмір сүрді. Ол Фидель Кастро. Бұрынғы барлық ұлттық көшбасшылардан айырмашылығы, Кастроның арқа сүйейтіні темір қабырға сияқты ең берік қауіпсіздік емес, Құдайдың қорғауындай сәттілік. Ол әрқашан өлім қаупін жоққа айналдырады.
1959 жылы Кастро бастаған Куба революциясы Батиста диктатурасын құлатып, жаңа революциялық үкімет орнатты. Бұл жеңіс Кубаның Америка Құрама Штаттары қолдаған капиталистіктен күрт айырмашылығы бар социализмге қарай жылжуының бастамасы болды. Кастро билікке келгеннен кейін ол ақш-ты Кубадағы экономикалық мүдделерінен айырған және ақш-Куба қарым-қатынасының тез нашарлауына келген ұлттандыру және жер реформасы саясатын жүзеге асырды. Америка Құрама Штаттарының Кубаға қатысты наразылығы мен алаңдауы бірте-бірте күшейіп, Куба батыс жарты шарда кеңес одағымен бірігіп, оның ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндіруі мүмкін деп есептейді. 1961 жылы ақш-тың орталық барлау агенттігі Кастро режимін құлату мақсатында шошқа шығанағын басып алған тобын қолдады. Алайда бұл операция сәтсіздікпен аяқталды. Кастроның жеке қолбасшылығымен Куба әскері басқыншыларды тез жеңді. Бұл сәтсіздік ақш пен Куба арасындағы қақтығысты одан әрі шиеленістіріп, Кастроны Америка Құрама Штаттарының тікенегіне айналдырды. ақш-тың орталық барлау агенттігінің Кастроға қарсы бірқатар күш қолдану қаупін тудырды. Олардың ішінде сигар бомбасы жоспары адамдардың назарын ерекше аударды. Кастроның кубалық сигараларға деген сүйіспеншілігін жақсы білетін ақш-тың орталық барлау агенттігі оны өмірден ләззат алған кезде өлтіру үшін арнайы сигараларды мұқият әзірледі. Бірақ тағдырдың жазуы бойынша Кастроның денсаулығына байланысты проблемалар және сол кездегі отандық антисигар қозғалысын алға жылжыту оны күтпеген жерден бұл әдеттен бас тартуға мәжбүр етті. Бұл сигар бомбасы жоспарының үзілуіне себеп болды. Кастроның қауіпсіздік жүйесі әлемдегі ең жақсысы болмаса да, ол 90 жасында қайтыс болғанға дейін сансыз қастандықтан құтыла алды. Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Және осы арнаға жазылыңыз, және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.